Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videoda biz sizmenin way too long words nemesi öte uzak sözler yani string және if'e байланысты bir сұрақ шешеміз. Сұрағымызды оқып бастайық. Негізі бұл видео деген 5-інде шығу керек еді, яғни сенбі күні шығу керек еді, бірақ ол күндер біздің ауылымызда азан электрик болмаған үшін бүгін шығып тұр. Кейде localization немесе internalization сияқты кейбір сөздердің ұзақ болатын сонша оларды бір мәтінде бірнеше рет жазу әбден жалықтырады. Егер сөздің немесе оның ұзындығы 10 таңбадан асатын болса, сөзді тым ұзын деп қарастырайық. Барлық тым ұзын сөздерді арнайы аббревиатормен ауыстыру керек. Бұл аббревиатора былай жасалады. Сөздің бірінші және соңғы әрпін жазамыз, және олардың арасында бірінші және соңғы әріптердің арасындағы әріптердің санын жазамыз. Бұл сан ондық жүйеде және алдыңғы нөлдерді қамтымайды. Мысалы, localization L, on, N деп. Yani L бас әріп, N ең соңғы әріп. Ondan кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani ortada 10 әріпті деп жазылады. Ал internationalization болған кезінде болса, ең алдыңғы әріп, ең соңғы әріп, ondan кейін ортада әріптер саны жазылады. Сізге қысқартылған сөздерді өзгерту процесін автоматтандыру ұсынылады. Бұл ретте тым ұзақ сөздер аббревиатормен ауыстырылу керек, ал тым ұзын емес сөздер ешқандай өзгеріске ұшырамау керек. Бұл сұрақ жалпы деген Codeforce'тан алынған, бірақ мен оны кішкене қысқарттым. Негізі деген бұның ішінде листті де қолдану керек еді. Бірақ қазір біз string және if қолданамыз. Бірінші тестіміз word деген сөзіміз енгізілгенде бізге тек қана word деп беру керек, ал localization енгізілген кезде L, on, N деп берілу керек. Біз деген кодтауға бастайық. Ең алғашқымен біз бір сөз қабылдаумен бастаймыз. A тең input болсын. Яғни біздің қабылдайтын сөзіміз A-ға тең A айнымалысына енгізіледі. Ondan кейін біздің шартымыз не еді? Егер біздің сөзіміз 10 таңбадан асатып болса, онда if қолдану керек болады. If, яғни бұл жерде stringдің ұзындығын есептеу үшін біз len қолданамыз. Len A. Немесе біз тағы деген бір variable шығарсақ болады, бірақ менің ойымша керек емес. Len A үлкен болса 10. Яғни A жолымыздың ұзындығы 10-нан үлкен болса, онда не болу керек? Біздің деген аббревиатормен ауыстыру керек. Аббревиаторымыздың мысалы бірінші әрпі, соңғы әрпі және ортадағы әріптердің саны болу керек. Бұл жерде print қолданамын. Print. Бірінші әрпімізді көрсету үшін мен A шақша 0 десем болады. Бұл маған бірінші әріпті береді. Бірінші әріпті береді. Немесе мен бірінші әріп, екінші және үшінші әріп деп әрбір әріп үшін бір деген айнымалы шығайын. Бірінші әріп немесе бірінші таңба ол не затқа тең? A 0-ға тең. Ең соңғы таңба бұған соңғы таңба да кетейін. Соңғы таңба ол A-1-ге тең. A-1-ге тең. Білетін болсаңыз, негатив индексті -1-ден санап бастайтын едік. Енді ортадағы сандарды білетін болсақ, біз ортадағы әріптер дейік. Орта таңбалар саны. Orta tаңбалар саны бізге len A болады. Бұнан екіні шығаруымыз керек болады. Неге екіні шығаруымыз керек болады? Себебі біз ең бірінші әріппенен ең соңғы әріпті шығаруымыз керек болады. Соң үшін ең бірінші әріп 1, ең соңғы әріп болса тағы бір, екіні шығарған кезімізде -2. Яғни бізге 10, мысалы 11 әріпті деген бір сөз болған кезде ең арттағы, ең алттағы шығарған кезімізде 9 әріп қалады.
Bundan keyin qalay print edemiz? Print esingizde bolsa biz degen joldarda print etетін kezimizde bularda qo'suv menen jalasasak bolatın edi. Misalı birinchi tangba qo'suv, ondan keyin orta tangbalar sani qo'samiz. Ne bolup kerak? So'nggi tangba. So'nggi tangbani qo'sib ketamiz. Al else, yani bul jerde 10 әріптен кіші болған кезінде print сөздің өзін жаздырамыз. Yani жолдың өзін жаздыруымыз керек. Бұл жерде кіші a болу керек. Себебі біздің input'umuz кіші a. Bunu сақтаймыз. Ondan кейін жүргіземіз. Ең бірінші Word деп жазып көреміз. Word деп жазып көрдік. Көргеніңіздей дұрыс жасап тұр. Ал біз деген мысалы localization деп жазып көрейік. Бұл жерде мысалы localization. Бұл жерде маған қате берді. Не қате берді? Мына жерде біздің деген бір айнымалымыз integer болып кетіпті. Біз оны string'e ауыстыруымыз керек дейді. Concatenate деген қосу деген мағына келеді. Яғни біз бұл жерде барлық string'лерді қосқан едік. Мына string'лерді және мына string'ді қосқан едік. Ортадағы string емес, бұл деген не болып кеткен? Integer болып кеткен. Integer дегеніміз bütün сан болып кеткен. Бұны string айлантыру үшін болса біз деген баста жақша қолданамыз. Жақшаның ішіне айналдыратын. Мысалы biz деген float'ta da немесе boolean'da da string'e aylantıramız. Бұл үшін біз str қолданамыз. Str былайынша string деген мағына келеді. String деген мағына келеді, соның қысқартылуы. Енді сақтап жүргізіп localization деп жазамыз. Көргеніңіздей l10n беріп тұр. Біз тағы бір рет жасатып көрейік. Бұл кезде болса біз мына сөзді жазып көрейік. Intern бұл сөзді мен мына жерден kopyalап қоямын. i18n, яғни біздің кодымыз дұрыс жасап тұр. Мына жерде сіздің деген кішкене түсінуіңіз қиын болған жер, мына жерде көп не қолданып кеткен болуы мүмкін. Айнымал қолданып кеткен болуы мүмкін. Сіз өзіңіз оны ауыстырсаңыз да болады. Мен мысалы бұлардың барлығының орнына мысалы қысқаша мынандай жазар едім. Бұларды қолданудың орнында мысалы бірінші таңба деген жерімізге a тікшақша 0. Соңғы таңба деген жерімізге a тікшақша -1. Ал ортада болса орта таңбалар деген жерге мынаны алып қояр едім. Бұл менің ойымша кодты оқыған кез бізде жоғарыға қарағанда кішкене түсініктірі. Бірақ деген бұл жерде айнымалын қалай қолданамыз және деген сұрақты азғана түсінуіңіз үшін мен сізге variable'дарды қолданып сұрақты шештім. Жалпы екеуі де бір нәрсе. Бұны сақтап жүргізген кезімізде мысалы localization тағы бір рет мысалы бұл сөзді қолданайық. Көргеніңізде l10n деп тұр. Бүгінгі сұрағымыз және шешіміміз осылай еді. Сау болыңыздар.